Баршаңызға сәлем. Бүгін жалбыз өсімдігі туралы сіздермен бірге білетін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Алдағы шығатын пайдалы ақпараттарды өткізіп алмайтын боласыз. Жалбыз өсімдігі туралы не білеміз? Жалбыз шипалы дәруменге бай, жұпар иісті, ерінгүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық шөп. Түсі көбінесе жасыл, сарғылт, сұр және күлгін. Кейде ақ не алқызыл түстері де кездеседі. Оның жапырақтары бір-біріне қарама-қарсы бағытта орналасады. Ал сабағы тік келеді. Биіктігі 80-100 см. Жалбыз өсімдігінің гүлдейтін мерзімі маусым мен шілде айларының аралығы. Ежелден емді қасиетімен белгілі шөптің жағымды ароматты хош иісі ерекше. Жалбыздың Қазақстан территориясында шамамен 9-10 түрі бар. Ол таулы жерлерде, өзен-көлдердің жағасында, шабындықтар мен бақшаларда өседі. Әсіресе солтүстік қоңыржайда көптеп таралған. Дегенмен заман ағымына орай қасиетті өсімдікті үйден өсіре беруге әбден болады. Оны вегетативті жолмен тамырлатады. Жалбыз қандай қасиетімен белгілі шөп? Жалбыз шөбінің ел арасында дала, су, бұйра, кермек және бұрышты секілді түрлері кең танымалдылыққа ие. Дәрілік препаратқа пайдаланатын түрін бұрышты жалбыз дейді. Қандай ауруға дауа деген сұрақ көпшілікті толғандырары сөзсіз. Ендеше жалбыздың емдік қасиетіне кезек берейін. Жалбыз сонау ықылым заманнан адамзаттың пайдасына жараған киелі шөп. Қазіргідей медицина дамымаған уақытта бұл өсімдік ата-бабамызды талай ауру сырқаудан аман сақтап қалған. Жалбыздың дәрілік пайдасы көшпенді тұрмыстан бөлек дамыған ғасырдың медицинасында да дәлелденген. Ол вирустық ауруларды жоюға таптырмас дәрі бола алады. Бәрінен бұрын асқазан, ұйқысыздық және іш ауруын бірден жазады. Тұнбасын ауыз уылғанда, қызыл иек қабынғанда, тіс ауырғанда, баспада, жоғарғы тыныс жолдары қабынған кездері қолданып ауызды шаяды. Суық деген уақытта сүтке қайнатып ішсе дереу емдейді. Жүрек ауруымен ауыратын кісілердің құлағына алтын сырға. Күніне бір шай қасықтан 3 мезгілден 2 ай ішсе, жүрек ауруын дереу емдеп жазады. Тұнбасын ірілі ұсақты іріңді жарақаттар мен қотырларға таңып тастаса, тез сауықтырады. Мұрнынан қан ағып, тоқтамаған кезде де жалбыз шөбін пайдалануға болады. Оның суын мұрынға тамызса, қан тоқтайды. Жиі терлейтін адам егер жалбызды ыстық суға демдеп, ұйықтар алдында ішетін болса, тершеңдігінен айырады. Жалбыз тіс ауруларына бірден бір ем. Ол тіс пастасының негізгі компоненттері ретінде қолданылады. Жалбызды сондай-ақ косметологияда пайдаланады. Мәселен, таңертең бетті құбырдан аққан сумен шайғаннан гөрі жалбыздан әзірленген лосьонмен жуған әлдеқайда пайдалырақ. Ваннаға жылы су толтырып, ішіне 5 ас қасық жалбызды 1 литр суға қайнатып қоссаңыз, шаршағаныңызда оңай басады. Жұпар аңқыған иісінен иіс сулар жасайды. Кулинарияда қолданып, сан түрлі ас дәмдер әзірлейді. Ароматерапия ретінде пайдаланып, эфир майларымен ауаны жағымды иске толтырады. Ескерту: жалбыз қосылған шайды қан қысымы жоғары адамдарға және 6 жасқа толмаған балаларға ішуге болмайды. Сонымен жалбыз нақты қандай ауруларға ем болатынына қысқаша тоқтала кетейін. Тыныс жолдары, тіс ауруы, жүрек қан тамыр аурулары, бүйрек ауруы, іш ауруы, асқазан ауруы, бауыр ауруы, өт қабының қабынуы. Суық тиюді, дауыстың қарлығуын жөтелді басады, көптеген вирустарды жазады. Тырысуға қарсы, тәбетті ашады, табиғи антисептик,
қабынуға қарсы, түйілуді басады, демікпе, дизентерия, полиартрит, туберкулез, денеге шыққан түрлі жарақаттарды емдейді. Сонымен қатар гипертония, мұрыннан қан тоқтамағанда, қуықтың қабынуы, жүйке бұзылыстарын емдеп шаршағанды басады. Бұл аталғандар жалбыз шөбінің көмегімен емдеуге келетін тек 23 сырқаттың ғана түрін атап өттім. Алайда халық айтса қалт айтпайды демекші, ел арасында жалбыздың 100-ден астам ауруды емдей алатын қасиеті бар екендігі жиі айтылатынын естен шығармағанымыз абзал. Бәрінен бұрын осыншама ауруды жазатын емдік шөптің қасиетті қазақ жерінде өсетіннің өзі ауыз толтыра мақтанарлық жай емес пе? Жалбыздың бас сақинасын емдеуде кеңінен қолданылатындығын бәрі біле бермейді. Шекеңізді жалбыздың кесілген жапырақтарымен сүрту жеткілікті. Сонда ауырсыну басылады. Ал оның сергітетін жағымды хош иісі жүрек айнуды басады. Достар, бүгін жалбыз өсімдігі туралы біршама пайдалы ақпарат алдыңыздар деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдырыңыз.